Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз адам мінезі тақырыбындағы сабағымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта біз сабырлылық, ұстамдылық, қажырлылық сияқты адам мінезінен көрініс табатын қасиеттерді тереңірек түсінеміз. Сабағымыздың дәйек сөзіне назар аударайық. Адамның жақсысы адамға сүйіспеншілікпен қарағандар. Абай Құнанбаев. Балалар, дәйек сөзімізді қайталап айтып көрейікші. Адамның жақсысы адамға сүйіспеншілікпен қарағандар. Ал енді балалар, дәйек сөзіміздің мағынасын түсіну үшін мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жақсы адам деп кімді айтамыз? Сүйіспеншілік дегеніміз не? Сүйіспеншілікті басқа адамдарға қалай білдіруге болады? Балалар, шегенің ізі бейне көрсетілімін бірге тамашалайық. Мінезі жаман бір жас жігіт болса керек. Ешкім оны түзей алмапты. Қателігін айтқан сайын ызалана түсіпті. Бір күні әкесі оған іші шегеге толы бір жәшік беріп, маңайындағы адамдармен әр жанжалдасып қалған сайын, мына бағанға бір шегеден қағып отыр деп табыстапты. Алғашқы күні баласы тақтайға көп шеге қағып табыстайды. Келесі күндері де аз болмапты. Осы қарқынымен әлгі бағанды толтыруға аса көп уақыт жұмсамапты. Жас жігітке өз ашуын тежеуден гөрі бағанға шеге қаға салу оңай сияқты болып көрінеді. Тақтайдың толғанын көргенде әкесі оған: "Енді сол достарыңмен жеке-жеке татулас. Әр татуласқан сайын бір шегеден суырып отыр" дейді. Біраз күндер өтіпті. Бір күні қараса, қағылған бар шеге суырылып біткен екен. Сонда оны сырттай бақылап жүрген әкесі баласын бағанның алдына ертіп әкеліп: "Балам, жарайсың, жарадың" депті. "Алайда мына тақтайға жақсылап тұрып қарашы. Шегелерді суырғанда қалып қойған орындарын, қарайған көп тесікті көріп тұрсың. Тақта әуелгісіндей таза қалпында әдемі болып қалмады. Адамдармен жанжалдасқан сайын арада жаман сөздер айтылады. Әр реніш сөз көңілде мына шегенің орны тәрізді бір дақ қалдырып отырады. Сондықтан ешкімнің көңіліне кірбің ұялатпағайсың, балам" деген екен ұлын сабырға шақырып, өмірлік ұмытылмас сабақ ұқтыра. Ал балалар, сіздерге бейне көрсетілім ұнады ма? Ал енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Баланың мінезі қандай болды? Баланың бағанды шегеге тез арада толтыруының себебі неде? Әкесі баласына шегенің ізін қалай түсіндірді? Әкесі баласына қандай тәлім берді? Өз мінезіңді жақсартуға бола ма? Қалайша? Ендігі кезекте Ахат Жақсыбаевтың халық суретшісі әңгімесін тыңдайық. Әбілхан бала жасынан сурет салуға құмар болды. Төңірекке көз тастап, жападан жалғыз ұзақ отырды. Табиғат көріністері оның қиялын қозғайтын, көргендерін әрнеге ұқсататын. Аспанда көшіп бара жатқан бұлт түйелі керуен секілді. Ирелеңдеген қисық бұтақ жылан тәрізді. Тастардың, ағаштардың бедерінен жан-жануарлардың мүсінін таниды. Сурет салайын десе, қағаз қарындашы жоқ. Әке-шешесі өліп жетім қалған. Жалданып біреулерін қойын бағады. Ауылда ешкімде сурет салуды білмейді, үйрететін ешкім жоқ. Бала қой бағып жүріп қарап отырмады. Ағаш ойып, тас қашап, түрлі мүсіндер жасады. Біреуі қойға, біреуі жылқыға, біреуі дөңгелек киізге үйге ұқсады. Қолы епті екен. Ағаштан түйін түйеді. Жасаған бұйымдары жұрттың көзін қызықтырады.
Оның сурет салуға бейімділігі бала кезінен байқалыпты. Шекараға жақын тау бөктеріндегі шағын ауылдың ойын баласы мал бағып жүріп, ұзақты күнде ағаштан ойып, тастан қашап, әрненің бейнесін жасауға әуестенді. Дағдылана келе оюлап, әшекейлеуді қойып, жан-жануардың суретін салды. Ауыл ол кезде адамды бейнелеп сурет салу дегенді білмейтін еді. Ертеңгі қойдың алдында, кешкі қойдың соңында жүрген қойшы бала түйме, алқа жасап, ағаштан күнделікті тұрмысқа қажетті түрлі бұйымдарды, бейнелерді ойып, жұрттың көзін қызықтырды. Ауылдағы сары өңді Түргенбай ұста бұның жасаған заттарын зер салып, қасына келіп, жұмысын ерінбей бақылап отырады екен. Тас қашау үшін бұған әдейлеп кездік, өткір біз түрлі құрал жасап беріпті. Ара кідік ертегі айтып, мақал үйретеді екен. Түргенбайдың сондағы айтқан әңгімелері Әбілханға қатты әсер етіп, енді өлең жырды тыңдап, жаттап алуға құмартады. Өлең кітап қолына тисе, оқып берші деп көрінгенге жалынып, беті қайтқан соң, іштей ыза болған соң, Әбілхан сонда Мәзім деген шалдың үйіне барады. Бір жыл бойына жұртқа білдірместен, сол кісіге жасырынып барып, арабша хат таниды. Жасы асып кеткендіктен мектепте өзінен кіші балалармен қатар отырып, сабақ оқуға ұялып, осылайша өздігінен оқып сауат ашады. Қойшы баланың жетім ұлдың талпынысы таң қалдырады. Бір жиында шаршы топтың алдында өлең кітапты, ұзақ жырды суылдатып оқып бергенде, қашан, қалай үйрендің деп жиналған жұрт сенер-сенбесін білмепті. Оның табиғатына тән қасиет қайсарлық екенін осы жолы да байқатты. Оның бойындағы оянбай жатқан өнерін түрткілеп, жарыққа шығарған да осы қасиеттер шығар. Оқушылар, халық суретшісі әңгімесі кім туралы деп ойлайсыңдар? Ал сіздер Әбілхан Қастеевті танисыздар ма? Әбілханды мақсатына жеткізген қандай қасиеттері? Өзіңізді жақсы мінезді деп санайсыз ба? Неліктен? Осы сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Әбілхан Қастеев 1904 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Ол бойына ерекше қабілет дарыған ұлы тұлға. Қазақстанның халық суретшісі атағын алған дарынды суретші. Әбілхан Қастеев жас кезінен ақ жігерлі, қайсар, дарынды екенін іс-әрекеттермен дәлелдеп отырған. Ал енді балалар, шығармашылық тапсырмалар орындайық. Үшінші тапсырма. Қажетті сөздердің ішінен жақсы мінезге тән қасиеттерді теріп жазыңыздар. Қажетті сөздер: кішіпейілділік, қырсықтық, адалдық, ақкөңілділік, мақтаншақтық, жауапсыздық, қайсарлық, мейірімділік, ұстамдылық, ашуланшақтық, жігерлілік. Төртінші тапсырма. Өз бойыңызда қандай қасиеттерді дамытқыңыз келетінін ойланыңыз. Балалар, шығармашылық іс-әрекетті орындап болсақ, жобалық іс-әрекетке көшейік. Жобаның екінші қадамы: мен не істей аламын деген сұраққа жауап іздеу. Жобаның тақырыбы: жобамызды қалай атасақ болады? Жоба нысаны: кімге және қалай көмек бергіміз келеді? Жоба пәні: не істегім келеді? Жоба жоспарын дәптердегі жоба күнделігіне көрсетіңіздер. Бүгінгі сабағымызды қорыта келе, мінез әр адамның бағын ашатын, бақытқа бөлейтін, құрметке кенелтетін қолындағы кілті. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.